Заманынан озып туып, соңына өшпес рухани мол мұра қалдыра білген көрнекті ақын Алаш ардагері Мағжан Жұмабаев тағдырының ақтаңдақ тұстары аз емес. Халық жауы науқанымен 2 рет ұсталып, 44 жыл ғұмырының 10 жылын қапаста түрмеде өткізген ақынның қасіретті тағдыры спектакльде аяулы жары Зылиханың естелігі арқылы беріледі. Еркін рухты, құдіретті жырлар жазған, нағыз ұлттың, әлеуметтің, халықтың сөзін сөйлеген Мағжан ақын қиын қыстау уақытта небір кедергілерге қарамай ерінің соңынан іздеп сан рет барған, өмір бойы Мағжан рухын ардақтап, өзінің соңғы демі біткенше ұлы ақын жырларының кейінгі ұрпаққа жетуіне бар күш-жігерін салған Зылиха. Олардың ұлы махаббаты кейінгі сан ұрпаққа өнеге.